Сәлем достар! Мен YouTube канал бастағалы бері көптеген сұрақтарға тап болдым. Менің білімім жеткіліксіз, мен ешбір тақырыпта маман емеспін, құрал жабдықтарым да жоқ деген көп ойларым болды. Сол үшін YouTube каналды өте кеш бастадым деп ойлаймын. Сіздер де мен сияқты күмәнданып жүрсеңіз, осы видеодан кейін YouTube канал ашуға еш жауапсыз сұрақтарыңыз қалмайды. Осы видеода YouTube канал ашу үшін не керек екенін тізбектеп айтып беремін. Ендеше бастайық. YouTube әлеуметтік желісінде канал ашуға кешігіп қалдым деп ойласаңыз, қателесесіз. Себебі, мысалы, Instagramға қарағанда YouTube органикалық трафик береді. Дәл қазір Instagramда парақша ашсаңыз, оны қаражатсыз алға жылжытумен жазылушыларды жинай алмайсыз. Және жылдан жылға бұл баға өсіп келе жатыр. Ал сіздің YouTube'тағы каналыңыз YouTube'тың көңілінен шықса, ол сізді өзі алға жылжытып, басқа көрермендерге көруге ұсынады. Және YouTube ашқан кезде бұл сіздің басты мақсатыңыз болу керек. YouTube каналымды дәл қазір ашуға қомақты себеп ол қазақ тіліндегі YouTube қарқынды дамып келе жатыр. Көрермендердің саны жеткілікті және қанықтылықтан алыс. Қазақша видеоларға үлкен сұраныс бар және ол сұраныс күн сайын артып келе жатыр. Және сіз YouTube'та өз тауарыңызды емес, өз танымалдығыңызды, ең бастысы өз біліміңізді сатасыз. Ал ол әрқашан жекелендірілген. Сол үшін тікелей бәсекелестік YouTube'да аз. Қандай форматта бейне түсіргеніңіз дұрыс? Мен неше түрлі форматта түсіріп көрдім. Ең оңайы сөйлеп тұрған бас форматында түсіру. Бұл кезде сіз өзіңіз жақсы меңгерген тақырыпта сөйлеу керексіз. Тағы бір формат ол кішігірім деректі фильм ретінде түсіру. Бұл кезде сізде сюжетный, контентный формат болу керек. Мысалы, сөйлеп тұрған басқа тағы влог, немесе интервью қосылады. Яғни бір сюжет болу керек. Ал келесі жақсы көрермендер жинайтын формат ол сабақтар, рецепттер немесе қолөнер. Осындай форматта сіз өзіңізді түсірмесеңіз болады. Ал түсірсеңіз тіптен жақсы. Әсіресе карантин кезінде осындай видеоларды көрген адамдар өте көп болды. Тағы да жақсы форматтардың бірі ол таза сұхбат жүргізу. Атақты Дюд немесе Тимур Балымбетовтың каналдары сияқты. Әсіресе атақты медиа тұлғаларын шақырсаңыз, көптеген көрермендер жинайсыз. Тағы бір ұтымды формат ол влог. Көп адамдар дәл осы форматтан бастағысы келеді, бірақ сізді танитындар әлі көп болмаса, көрермендер жинау ауырға соғады. Егер сіз атақты тұлға болсаңыз, немесе танымал адамдармен влог түсіре алсаңыз, сол ұтымды болады. Балаларға арналған контент форматында да түсіруге болады. Бұл YouTube'да ерекше бір әлем. 13 жастан кіші балаларға арналған видеолар YouTube Kids приложениесіне көшіріліп жатыр. Балалар контентін YouTube қатты тексереді және монетизациясы да басқаша болады. Қазір балаларға арналған контентпен өсу өте қиын болып кетті, бірақ мүмкіндік әрқашанда бар. Мен айтып кеткен форматтардың ішіндегі ең оңайы сөйлеп тұрған бас форматында түсіру. Енді ниша немесе тақырыбыңызды таңдау керексіз. Каналдың тақырыбына сай басқа каналдарды қазақша, орысша, егер тіл білсеңіз ағылшынша көріп, тәжірибе жинасаңыз болады. Алғашқы уақытта бір тақырыптың төңірегінде емес, неше түрлі тақырыпта видео түсірсеңіз болады. Атақты блогерларды байқасаңыз, ең басында олар неше түрлі тақырыпта видео жүктеген. Осындай стратегияны қолдансаңыз ұтымды болады. Мысалы, өзіңізге ұнаған 5 тақырыпты аласыз, әр тақырыпта 2 видеодан түсіресіз. Сосын көрермендерден алған кері байланыспен өзіңіздің тәжірибеңізді байқап, қай тақырып сізге жақын екенін түсінуге болады. Перфекционизм деген ерекшелігіңіз болса, оны жоюға тырысыңыз. Себебі алғашқы уақытта видеоларыңыздың сапасы өте нашар болуы мүмкін. Тәжірибе жинап, біліміңізді толықтырып тұрсаңыз, сол жеткілікті. Ең ұтымды вариант. Ең көп дегенде 2 тақырып таңдап, оған қоса сол тақырыптарды толықтыратын қосымша бейнелер түсіру. Сол қосымша бейнелер сізді көп жақты, білікті тұлға ретінде танытады. Алайда сіздің негізгі тақырыбыңыз болу керек. Дәл сол бейнелерге көрермендер келіп, сол бейнелер арқылы сіздің каналыңыз танымалы болады. Тағы бір маңызды мәселе, өзіңіз қызығатын және өзіңізге жақын болатын нишаны таңдаңыз, әйтпесе тез арада қызығушылығыңыз жоғалып кетеді. Мысалы, инвестиция тақырыбына YouTube көп ақша төлейді деп
осы тақырыпта видео түсіре бастасаңыз, ал көңіліңіз суреттеу өнеріне жақындау болса, міндетті түрде көңіліңіздегіңізді таңдаңыз. Себебі YouTube ол ұзақ мерзімді ойын және шынымен өзіңізді шабыттандыратын тақырыпты таңдаңыз. Өзіңізге жақын тақырыптарды талдау жасаңыз. Достарыңызбен ақылдасыңыз. Өзіңіздің біліктілігіңізге мән беріңіз. Әлеуметтік желілерді көбінесе қай тақырыпта көруді ұнатасыз? Жұмысыңыз қандай салада, хоббиіңіз қандай? Осы сұрақтарға деген жауаптарыңыз сізге көмектесуі керек. Келесі этапта тақырыбыңыз белгілі болған соң оның монетизациясы туралы біліп алыңыз. CPM, яғни cost per mile, 1000 просмотрға қанша ақша төленетінін білуіңіз керек. Қазір экранда ең көп және ең аз ақша төленетін тақырыптарды немесе нишаларды көруіңізге болады. Сол үшін тақырыпты таңдай алмай жүрсеңіз, осы CPM-ді есептеп көріңіз. Келесі этап құрал жабдықтар. Көп адамдар дәл осы этаптан бастағысы келеді. Қымбат микрофон, камера алғысы келеді. Ол білесіз ба, спортпен айналысқысы келген адамдар сияқты. Басында олар қымбат форма, қымбат кроссовки алып, сосын қан қысымын өлшейтін гаджеттерді алып, соңында спортпен айналысуды бастамайды. Сіз де солай қымбат құрал жабдықтар алып, сосын YouTube каналды бастамауыңыз да мүмкін. Сол үшін ең бастысы YouTube'та ол сіздің құрал жабдықтарыңыз емес, ең бастысы сіздің өнеріңіз бен тілегіңіз. Әшейін құр телефонға түсіріп, көп көрермендердің көңілінен де шығуға болады. Видео түсіргенде ең маңыздысы дыбыс, жарық және өзіңізді фокустастау. Ең басында осы қарапайым талаптар да әбден жеткілікті. Дыбысқа келсек, ең қарапайым петличка ала аласыз. Қаражатыңыз жетіп жатса, осындай микрофон ала аласыз. Камераға келсек, қазіргі телефондардың камераларының сапасы өте жоғары. Отбасыңыздағы ең заманауи телефонға түсірсеңіз болады. Телефонның артқы камерасының түсіру сапасы көбінесе алдыңғы камераның сапасынан жоғары болады. Сондықтан телефонның дисплейін арғаратып, артқы камераға түсірген дұрыс. Өзіңізді көру маңызды болса сізге, ол кезде телефонға айна қойсаңыз болады. Табиғи жарық жағдайында түсіру сапасы жоғары болады. Үйде немесе офисте түсірсеңіз, домалақ лампасы бар штативті қолдансаңыз болады. Ондай құрылғыңыз жоқ болса, терезеден түскен жарықты ұтымды пайдалануға болады. Енді каналдың өзіне көшейік. Ең бастысы каналдың атын қою керек. Көп адамдар осы жерде көп ойланады, бірақ еш қиындатудың қажеті жоқ. Өз атыңызды қасыңызға тақырыбыңызды қоссаңыз болады. Мысалы, Алиев Талғат математика. Сосын қатты танымал болып бара жатсаңыз, ол кезде тақырыбыңызды алып тастасаңыз болады. Екіншіден, каналдың обложкасы болу керек. Ғаламторда көптеген тегін фоторедакторларда жасау ауыр емес, бірақ оғанда қиналсаңыз, әшейін ақ фонда қарамен жазылған каналдың аты, астына тақырыбына байланысты 2-3 сөз немесе элементтер қарамен жазсаңыз жетеді. Бұл заманауи минимализм форматында болады. Жақсы сапада суретіңіз болса, соған қосуға болады. Үшіншіден, аватарка, кішкентай дөңгелектегі сурет. Бұл жерде өзіңіздің бетіңіз қанық көрінетін сурет керек. Суреттегі контрастны жоғары болу керек, сонда жақсы көрінесіз. Келесі ең көп уақыт алатын жұмыстардың бірі видеоларыңызға тақырып қарастыру. Тақырыбыңыз YouTube'тың іздеу сұраныстарына лайықты болу керек. Сол кезде YouTube оны сізге жазылмаған да көрермендерге көруге кеңес береді. Яғни рекомендуемый деген видеолар тізіміне кіргізеді. Бұл мақсатқа жетудің екі жолы бар. Бірінші назар аударатын жер ол подписчиктердің санынан просмотрлары көп роликтары. Дәл осы роликтардың тақырыбы үлкен сұранысқа ие. Мысалы, подписчикта 1000 канал, ал роликтің просмотры 10 000 және ролик жақында ғана жарияланған. Демек, видеоңыздың атын осы тақырыпқа ұқсас етіп қойсаңыз болады. Толықтыра көшірудің әрине қажеті жоқ, бірақ мағынасы жағынан ұқсас болса, ролигіңіз сәтті болуы әбден мүмкін. Екінші жол арнайы YouTube'қа арналған
плагиндерді қолдану. Мысалы, VidIQ плагині ютуберлар арасында өте кең таралған. Бұл плагин сіздің тақырыбыңызды өзі талдайды. Қанша іздеу сұраныстары мен қанша сол тақырыптағы видео бар екенін анықтап береді. Соның арқасында сіздің тақырыбыңызға байланысты бәсекелестік пен көрермендердің іздеу санын анықтайды. Сол плагин арқылы сіз видеоңызға сәтті атау құрастыра аласыз. Мысалы, тақырыбыңыз қалай ұбт-ға дайындалу. Сіз роликке дәл осындай атау берсеңіз, бәсекелестік тым жоғары болуы мүмкін. Сол үшін сіз өзіңіздің фишкаңызды қосу керексіз. Мысалы, ұбт-да күнінде 30 минуттың ішіне дайындалу, немесе 100 күнде ұбт-дан 140 балл алу. Осылай сіз дұрыс таңдалған роликтің атауы мен іздеу сұраныс қажеттілігін біріктіріп, керемет нәтижеге қол жеткізе аласыз. Сол кезде ғана YouTube сізді тегін рекомендуемый деген видеолар жиынтығына жылжытады. Роликтің атауы белгілі болған соң, роликтің обложкасын ойластыру керек. Бұны видео түсіргеннен бұрын жасау керек. Обложкада 3 элемент жеткілікті. Авторский видео болса, сіздің бетіңіз эмоциямен, үлкен шрифтпен жазылған қысқа текст, максимум 5 сөз жетеді. Және видеодан алынған немесе видеоның тақырыбына байланысты бір элемент жеткілікті. Сіздің обложкаңыз және роликтің атауы көрермендерге сұрақ пен қызығушылық тудыру керек. Ал енді сценарий жазу керексіз. Барлық ютуберлар сценарий жазады. Бірден камераға сөйлеу, қандай тәжірибелі болсаңыз да қиын болады. Сценарийда ең бастысы кіріспе. Бірінші 30 секундқа көрермендерге неге осы видео көру қажеттілігін және қандай құндылықтары бар екен барын білдіру керексіз. Сценарий қысқа да нұсқа болу керек. Барынша көрермендерге пайдалы контент болу керек. Және сценарийда қорытынды керек емес. Енді съемкаға көшеміз. Камераны, жарықты, түсірім алаңын дайындап қойыңыз. Тексті ең аз 3 рет оқып шығыңыз. Басында пробный түсірілім жасасаңыз болады. Немесе камераны қоспай бірнеше рет айтып шығыңыз. Бөліп жазсаңыз болады камераға. Сосын монтаж жасағанда бәрін біріктіріп аласыз. Келесі этап монтаж. Бірінші 10-20 видеоға қатты қиын монтаж керек емес. Керек емес жерлерін кесіп ұстап біріктірсеңіз жеткілікті. Осы программаларды қолдансаңыз болады. Кейбірлері ақылы, кейбірлері ақысыз, өзіңіз таңдайсыз. Кезекте бізде оптимизация. Видеоны YouTube-қа жүктеген кезде сипаттама немесе описанияны толықтырып, тегтерін жазу керекпіз. Сипаттама ол видеоның мазмұны. Видеоның атауына қоса 2-3 қатар тақырыпқа қатысты қосымшалар мен маңызды мәліметтер. Сосын автор туралы маңызды сілтемелерді қосасыз. Оған мысалы Instagram немесе Facebook парақшаларыңызға тікелей сілтемелер. Одан кейін тайм-код қосуға болады. Ол дегеніңіз видеоның қай сәтінде қандай сұрақтар қарастырылып жатқанын белгілеуге болады. Теги – ол ключевые слова. Ол сөздерді білу үшін осы тақырыптағы көп көрілімі бар видеодан көшіріп жазсаңыз болады. Жаңа айтып кеткен VidIQ плагин арқылы біліп толтырсаңыз да болады. Бұл әрекеттің ешбір қиындығы жоқ. Керек болса өзіңіз ақ өз тақырыбыңызға байланысты сөздерді жинақтап жаза бересіз. Келесі маңызды мәселе ол жүктелген видеоларыңызды үнемі талдау немесе қаншалықты көрсетілгенін үнемі бақылау. Қай видеоңыз ең көп қызығушылық тудырса, келесі видеоңыз сол видеоның жалғасы немесе мазмұны жағынан ұқсас болу керек. Сол әрекеттердің арқасында сіз көп просмотр жинай аласыз және танымал бола аласыз. Келесі маңызды нәрсе видео жүктеу уақыты. Жүктеу кестесін жасап, аптасына 2 немесе 3 рет роликтарыңызды жүктеңіз. Осындай әрекеттегі каналдарды YouTube ұнатады және көрермендерге әрдайым жарнама ретінде ұсынып отырады. Творческая студия YouTube деген жеке кабинетіңізде көрермендеріңіздің назары мен құшағы ең қолайлы уақыты көрсетіліп тұрады. Дәл сол кезде видеоларыңызды жүктесеңіз, сіздерге ұтымды болады. YouTube ең біріншіден әлеуметтік желісі.
және сіз өз көрермендеріңізбен жақсы қарым-қатынаста болу керексіз. Сол үшін комментарияларға міндетті түрде жауап жазып жүріңіз. Және басқа блогерлардың каналдарына кіріп те оларға да комментарий жазсаңыз тіптен жақсы болады. Осы видео сізге ұнаса, лайк қойды ұмытпаңыз. Және осы видео 50 лайк жинаса, мен әр этапты толығырақ сипаттап беремін. Келесі видеоларда көріскенше.